Қазақ тілі пәні 4-ші сынып, сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Сабағымызды ми гимнастикасы жаттығуынан бастайық. Кім жылдам? Қазақ тілі оқулығының авторлары кім? Иә, дұрыс айтасыңдар. Қазақ тілі оқулығының авторлары Жұмабаева, Уайысова, Садуақасова. Мектептегі 45 минут не деп аталады? Мектептегі 45 минут сабақ деп аталады. Келесі, күшіңе сенбе, ісіңе сен. Денсаулық зор, денсаулық зор байлық. Мектеп кеме білім, мектеп кеме білім теңіз. Жарайсыңдар. Есіңе түсір. Монолог дегеніміз не? Монолог дегеніміз кейіпкердің көпшілікке қарата немесе өзіне айтқан сөзі. Келесі монологты мұқият тыңда. Күй қадірін кім білген? Тыңдадым, ұққан сияқтымын. Бірақ көкірегіме құя алмадым. Домбыра қонбай қойды маған. Не істемеді дейсіз? Қай пернеден соң қай пернені басу керегін, қай тұста неше рет қағу қажетін жаттап та көрдім. Бір жаттайсың, екі жаттайсың, қашанғы жаттай бересің? Басыма шелпек жастап, қойныма домбыра алып, ұйықтап та көрдім. Менің түсіме домбыра да, шелпек те кірмеді. Әйтеуір, сол күні өзіме домбырашылық өнердің еш қашан дарымайтынына нық сеніп ояндым. Сенің ойың қандай? Келесі сұрақтарға жауап бер. Автор не тыңдады? Домбырашы болу үшін не істеді? Қалай ойлайсың? Ол домбырашылық өнерді таңдады ма? Таңдамаса, неліктен таңдамады? Ойыңды дәлелдеу үшін қажет сөз тіркесін таңда. Жоғарыда берілген мәтіннен сызбаға сәйкес сөйлемдер құрастырып көр. Дәлелдеп үйрен. Бірыңғай мүшенің өзгешелігі неде? Бірыңғай мүше себебі олардың бәрі бір ғана сұраққа жауап береді. Сөйлемде бір мүшенің ғана қызметін атқарады. Бәрі бір сөз табынан болады. Міне, бірыңғай мүшелердің өзгешелігі осында. Бүгінгі сабаққа ашық микрофон әдісі арқылы кері байланыс берейік. Бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар? Сабақта саған не ұнады?